Жаңа келісімді ашып көріңіздер. Ізгі хабарларды және алғашқы қауым әкелердің еңбектерін оқып көріңіз. Олардың барлығы бір ауыздан Иса Құдайұлы деген тұжырымға келеді. Олардың барлығы Исаның өзін Құдаймын деп мәлімдегенімен келіседі. Көпшілік жоқ, ол жай ғана жақсы адам, жақсы пайғамбар болған дейді. Кідіре тұрыңыз. Егер Иса өзін жайында жалған айтатын болса, кешіріңіз, онда оны қалайша жақсы және адамгершілігі жоғары деп атауға болады. Егер оның үйреткенінің барлығы жалған болса, оның қандай жақсы тәлімгер немесе пайғамбар болғаны? Мен сіздердің мынаны ой елегінен өткізгендеріңізді қалаймын. Ең алғаш рет мен бұл жайында Клайв Стейплс Льюистан оқыдым. Ол нәтижесінде бұл менің мәсіхке бет бұруымның бір себебі болды. Сонымен Иса өзін Құдаймын деп мәлімдеді. Оны түсіндіру үшін маған бірнеше бейне үзінділер қажет болады. Иса өзін Құдай деп мәлімдеді. Оның мәлімдемесі екі баламаға кептіреді. Олар не жалған, не рас болды. Егер оның айтқандары жалған болса, онда бізде екі балама бар. Бірінші, Иса өзінің мәлімдемесінің жалған екенін білді. Немесе екінші, ол өзінің мәлімдемесінің жалған екенін білмеді. Егер Иса өзінің мәлімдемесінің жалған екенін білген болса, онда бұл Исаны өтірікші етіп, не өзінің кім екені жайында саналы түрде жалған куәлік берген тұлға ретінде көрсетер еді. Яғни, бұл Исаны өтірікші етіп көрсетер еді. Ал егер ол өтірікші болса, яғни ол екі жүзді болғаны. Ал егер ол екі жүзді болса, яғни ол шайтанның өзі болғаны. Ал егер ол шайтан болса, онда оның ақымақ болғаны. Өйткені оны сол мәлімдемесі үшін айқышқа шегеледі. Ал бізде басқа қандай баламалар бар? Не Иса өзінің мәлімдемелердің жалған екенін білді, не өзінің мәлімдемелердің жалған екенін білмеді. Егер ол өзінің мәлімдемелерінің жалған екенін білмеген болса, яғни оның расында адасқаны деген сөз. Ал егер ол өзінің кім екендігіне жайлы расында адасқан болса, яғни оның ақылынан алжасқаны деген сөз. Өзін қабықсыз суға қайнатылған жұмыртқамын деп есептейтін, ақылынан алжасқан адам сияқты. Ал егер ол ақылынан алжасқан болса, онда қалайша оның сөзіне сеніп, оны жақсы адам болған деп айтуға болады? Енді басқа бір балама. Оның өзі туралы жасаған мәлімдемелері ақиқат болғаны.